сіздің басыңыз ауырады. Бас аурудың алдында сізде аяқ-қолдың июі, тілдің күрмелуі немесе көрудің нашарлауы болатын болса, онда сізде мигрень саурай болуы мүмкін, яғни бас сақинасының ауралық түрі. Бұл ауру қалай көрініс береді? Яғни сіздің басыңыз аурудың алдында 5 минут пен 1 сағаттың ортасында көзіңіздің алдыңызда қарауытуы немесе аяқ-қолдарыңыз үйіп әлсіреуін немесе тілдің кірмелуін сезінуіңіз мүмкін. Кейбір адамдар инсультқа да ұқсатып жатады бұндай состоянияны, инсультпен көп жағдайда шатастырып жатады. Сондықтан егер сізде бұндай симптомдар болатын болса, міндетті түрде дәрігерге хабарласуыңыз керек, қаралуыңыз керек және де назначение алуыңыз керек. Мигрень саурай профилактическое лечениемен өте жақсы емделеді және дұрыс купировать ететін болсаңыз, сіздің жағдайыңыз жақсаратын болады. Егер бас ауыратын жақындарыңыз болатын болса, осы видеомен міндетті түрде бөлісіңіздер. Ауырмаңыздар, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.